Имам Газали рахимахулла ораза ұстаушыларды керемет қылып бөліп береді. Саумул амма дейді, жалпы көп халықтың ұстайтын оразасы бар дейді. Бұл ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан тыйылған ораза дейді. Болды. Яғни қалған нәрселерден ол тыйыла алмайды дейді. Өсекті айтып қояды, өтірікті айтып қояды, біреудің айыбын ашып қояды, дұрыс па? Бұл көпшіліктің оразасы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол адамның оразасынан ештеңе қалмады, аштықтан басқа дейді. Көрдіңіздер ме? Өте сақ болатын ораза екен. Екіншісі, бұл саумул хасса деп аталады, яғни арнайы тұтатын кісілердің оразасы дейді. Бұл ішуден, жеуден және, міне әдемі, және сонымен қатар тіліне, көзіне, құлағына ие болатындар дейді. Көрдіңіздер ме? Демек, оразаның негізгі мақсаты осы екен. Үшіншісі дейді, саумул хассатил хасса. Арнайлардың ішіндегі ерекше арнай ұстайтын кісілердің оразасы дейді. Олар мүлдем бұл әлемде болмайды дейді. Яғни өздерінің жүрегін Аллаға тапсырып қояды дейді бір ай бойы. Ол не то, что әңгіме айту, тыңдау, өсек. Ол бұл әлемде жоқ, сенімен сөйлесуге уақыты жоқ дейді оны. Көрдіңіз ба? Сенімен сөйлесуге, неге? Ол бар ықыласын сол айда түгелімен кімге береді дейді? Раббысына арнайды дейді, Құранға арнайды дейді ол адам. Сондықтан имам Бұхари өзіміздің жерлестері ғой, Орта Азиядан шыққан үлкен ғалымдардың біреуі. 90 рет бір Рамазанда хатым қылатын болған дейді. Бір Рамазанда 90 рет Құранды хатым қылатын болған дейді. Біздің Рамазандар бір хатымсыз өтіп кетіп жатыр кейде. Көрдіңіз бе? Сосын бізде әңгіме айтатын уақыт көп та. Ол кісілерде сөйлесуге уақыт болмаған. 90 рет Құран хатым қылатын адам не әңгіме айтады? Сөйлесетін уақыт жоқ. Таңертең біреу, түстен кейін біреу, түнде біреу хатым. Рамазанның руханиятын сезінген адамдар осылай ораза ұстайды дейді. Сол имамдарымыз ізгілер құсап, ораза ұстап шығуды Алла нәсіп етсін. Тілімізге, көзімізге, қолымызға, аяғымызға, жүрегімізге барлығына сақ болған күйде өзі оразаның мақсаты не еді өзі? Не еді оразаның мақсаты, Ердәулет? Алла Тағала Құранда не дейді? Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладина мин қабликум дейді. Сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Не үшін деген кезде не дейді? Лааллакум таттақун дейді. Тақуалыққа жетулеріңіз үшін дейді. Қарасаңызшы. Оразаның мақсаты сізді Құдайды көріп тұр. Міне, тақуалығы арту арқылы Алланың махаббатына жеткізу екен. Бізді аш қылып не істейін деп жатыр Құдай? Не істейін деп жатыр аш қылып? Жоқ. Алла Тағала осы ай арқылы құрметтеп не істеп жатыр? Тақуалық мәртебемізді көтергісі келіп жатыр Алла Тағала. Көрдіңіздер ме? Бұл айдың руханиятын сезініп ал. Міне ертең уже келіп тұр Құдай қаласа. Әні міне дегенше келіп тұр. Аллаға мыңда бір шүкір. Аман есен жеткені бар, жетпей қалғандар бар. Міне кеше қайтыс болып кетіп жатқандар бар. Алла рахымын алсын. Жете алмай қалып жатыр біреулер. Алла Тағала Рамазаннан Рамазанға жетсе білесіздер ғой, Рамазанның алғашқы күнінің оразасымен оның 11 ай бойы істеген күнәсін Алла кешіріп жібереді дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Әр 5 уақыт намаз өзінің арасындағы, әр жұма мен жұма өзінің арасындағы, Рамазан мен Рамазан өзінің арасындағы және умра мен умра кіші қажылық өзінің арасындағы кіші күнәларды кешіріп, пендені тазалап тұрады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Алғашқы күнімен-ақ біз оразада кешіріп кетеді екенбіз. Енді жаңағы аяттағы тақуалыққа жетулерің үшін деген сөз тұр ғой, Бақара сүресінде. Сол тақуалар деген кім десек, қазір мына жерде мен тақуалар деген кім десем, бірнеше анықтама шығып кетейін деп тұр ше. Біреулер ойлайды екен, тақуа деген кім десе, ұзын мынадай чапан киіп, басында дәу сәлдесі бар, сосын аяғында мәсі қысы жазы шешпейді, азаннан кешке дейін намаз оқиды, сол тақуа деп ойлайды екен. Жоқ, мен тақуа болуым үшін именно сондай болып жүруім керек екен деп ойлайды екен. Жоқ, қате ол. Тақуалық неде емес? Сырт пішінде болмайды тақуалық. Омардың заманында радиаллаху анху бір кісі сүмірейіп кетіп бара жатыр дейді былай. Андай түр салып алатындар бар ғой күшті, образға кіретіндер. Ана образға кіріп алған дейді жаңа. Аманшылық па не болды десе, Құдайдан қорқам деп айтады дейді. Айналайын дейді, Құдайдан қорқу ондай болмайды деп айтады. Көрдіңіз ба? Өйтіп өзіңді Құдайдан қорқатын адам сияқты көрсетпей ақ қой өйтіп дейді. Ат-тақуа ха-хуна дейді. Тақуалық жүректе болады дейді. Көрдіңіз ба? Сіздің сырт бейнеңізде болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум дейді. Алла сіздердің дене бітімдеріңізге качок не качок қарамайды оған дейді. Ва ла иля кескін келбетіңіз сымбатты екен, мынау сымбатсыз екен қарамайды дейді. Неге қарайды дейді? Ва лакин янзуру иля кулубикум дейді. Алла сіздердің жүректеріңізге қарайды дейді. Не бар екен?
уа аъмаликум. Жүрегіңе қарағаннан кейін жүрегің нені растап береді дейді? Жүрегіңдегі нәрсені денең растап береді дейді, көрдіңіз ба? Жүрегіңе және амалдарыңа қарайды дейді. Мына жерде не бар, сол шығады. Мына жерде не бар, сол шығады. Көрдіңіз ба? Демек тақуалықты қаққа тығу керек екен? Киімге тығу керек па? Жоқ, костюм шалбармен жүріп те тақуа болып жүруге болады. Әп-әдемі жылтырап жүріп тақуа болып жүруге болады. Қазір мына жерде имам Абу-Лайс Самарқанди тақуа адамдардың сипаттарын айтады қазір енді. Көбіміз, мен өзім ұялдым енді. Көп адамды ұялдырады бұл кісі қазір. Өзі айтады бірақ. Егерде осы 7 сипатты айтан қазір мен дейді, тақуалардан көрген дейді, ізгі тақуа адамдардың сипаты. Егерде осы 7 сипат сіздің бойыңызда болса, Құдайға мақтау айт дейді. Егерде болмаса, онда осы сипаттарды бойыңа әкелуге тырыс дейді. Көрдіңіздер ме? Енді мына біздің алдымыздағы ай, Құдай қаласа, сол сипаттарды бойымызға келтіруге үлкен септігін тигізетін мүмкіндік ай екен Рамазан айы. Бір жалпы не дейді өзі? Ғылымда да дәлелдеп отыр, 32 күнде адам егер бір нәрсені істей беретін болса, соған үйреніп қалады дейді. Көрдіңіз ба? Өсек айтудан тыйылам дедіңіз ба? 32 күн айтпай жүрсеңіз бар ғой, болды. 33-ші күннен бастап өсек айтпай кетеді екенсіз.